Сардион үстіне бір жылағым келіп тұр. Жылағыңыз келіп тұр, жыламаңызшы. Жаман бір түрі болып қалдым іштей. Ыңғайсыз болып қалды ма? Бірақ? Давай, ты сможешь, Дана. Бірақ ол сөздерді жарнамада айттыңыз ғой, қандай мақсатпен айттыңыз? Ортаға шықсын деген оймен ба? Жай ғана бөлістіңіз бе? Ішіңізге сыймай жатыр. Содан кейін айттым. Бірақ қазір айтқыңыз келмейді. Айтам, ұялым, айта алмаймын. Ойыннан от шығады деген осы Нұрсұлтан. Маған қатысы жоқ деген. Сізге 100% қатысы бар. Мен білдім осы нәрсе болатынын ше. Мен Сол үшін өзіңіз соны сезсеңіз, білсеңіз, неге қыздан бойыңызды аулақ ұстамайсыз? Ой, доспыз, тиктокпыз, анауымыз, нағашымыз, басқасы деп. Ой, білдім деп, мына жерде қазір данышпан сияқты, мен сездім деп. Осы керек болды сізге демек. Сіз қызды өзіңізге қаратқыңыз келді. Осыған қол жеткізгеннен кейін өзіңіздің өзіңізге деген сыйластығыңыз, бағаңыз, о, мен сондаймын, бірақ енді мен не істеймін деген сұрақта отырсыз ғой. Неге өйтіп айтасыз жаңағым? Қызға ұнап қалыпсыз сіз. Қыздың анасы сізге қарсы емес екен, ал. Қыздың ішіне сыймай жатқаны осы. Нұрсұлтан маған жылы сөйлейді дейді. Біздің арамызда басқа қатысушылармен жоқ, достық бар дейді. Байланыс бар дейді. Ол жай ғана достық болуы мүмкін емес дейді. Жо, Дана мықты ғой, нормально. Келтіріп аламыз. Жылама, не жылаусын, братюшка. Негіз жаңағым, сөйтіп ойнаймыз мен. Демек, тағы да бір дәлел. Қосылайық жобасында қатысушы жігіт пен қыздың арасында достық бола алмайды. Дәл өмірдегідей, я қыз ұнатып қалады, я жігіт ұнатып қалады. Бірақ біреу жасырып жүреді соңына дейін. Өтірік дос бол. Бірақ сіздің, ой, мен білдім, сездім деген сөзіңіз менің шамыма тиіп кетті. Жана ханым, мен сездім деп дұрыс айтпадым. Мен предполагал. Өйткені мен ана күні андай болды да, бірінші келген кезде қосты да, бәрі қосқаннан кейін мен айттым, айтып жатырмын ғой, сөйлей берсең, адам соны шын деп ойлап қалады да, аяғында соны шығып қалады. Айтып келе жатқан нәрсем болады. Мен не істеймін жана ханым, өзіме де неприятно болып тұр мына ситуация. Жана ханым, негізінде да осы жобада бізде соңғы кездері біздің жігіттер мен қыздардың орны ауысып кеткен сияқты. Бізде жігіттер сезім білдірмейді да, қыздар білдіретін болып кеткен да. И Дана, саған да айтқым келеді, мына жерде бірінші болып білдірген қыздардың ешқайсы бір жетісіп бақытты болып кеткен жоқ. Өз позорларын өздері шығарды да, осы жерде қайта беттеріне баса береді. Сенің әлі кеш емес, онда ешқандай да айтпа. Я Нұрсұлтан айтқым келгені TikTok түбіне жетіпті. Просто андай ғой, знаешь, например, сен Данамен мені күшті араласып келе жаттың ғой, я. Сен айттың, я, ты предполагал, да, то, что Данаға сен ұнап жүрсің, я. Бірақ Дана саған, например, ұнамай жатыр, я. Соны кішкене тоқтатуға болады, кішкене осы Дана ортаға шықпай жатып, намек жасауға болады, намек, ой, Дана, например, да, отырып әңгімелесме, маған, например, ана қыз ұнап қалды деп, Дана сөйтіп намектасан болатын еді. Негізі предполагал болғанда мен ұнап қалам деп предполагать еткен жоқпын. Бірақ мына сөздерден осындай шығып қалады деп ойладым. Мен де Диана ханым, мен айтпады емес, айтқам сыртта. Сыртта болған негіз. Мен де тупой емеспін ғой, мен де байқаймын ғой қызда кішкене не симпатия бар екен. Бірақ мен соны қарындас, аға. Сыртта айтылған ол дүние. Бүгін де ол нәрсе айтылған. Бүгін де бұлай болды. Дана, ондай әңгіме болған жоқ дейді. Енді мен тікелей былай айтсам, мен болмаймын, қашқалақтағаннан түсінетін шығар өзі. Дұрыс қашпағансыз ғой. Жоқ, бүгін мысалға тура осы тема бүгін болды, енді шын бол. Әлі отқан кезде сезбей атсың ба деді да маған. Жоқ, мен андай дедім.
Жанахан, шыны керек, маған неприятно менікі бір қыздар сияқты ломаться етіп отырған сияқты болып отырмын ғой, короче, бірақ маған вообще ұнап жатқан жоқ мына ситуация. Қызға бос үміт сыйлаған ол сіз. Иә, дұрыс, менен емес. Дурак. Отсеке ақылды болмаса, әлі ақылды болмаппын Жанахан. Енді не істейміз енді? Енді бір сезімін сауып, сәл алшақтаймын. Адам орнын басады ғой Жанахан, Данаға да келетін жай, бір күшті тойында қызмет істейміз. Дана, басынан бастап айтып беріңізші, не болды, қалай басталды? Нұрсұлтан сізден кейін жобаға келді. Иә, мен де ол кезде жаңадан ғана келдім ғой, 4-ші ма 5-ші күн ба келді ғой Нұрсұлтан. Бұрын мен Нұрсұлтанды вообще ұнатпайтын, негізі TikTok-тан енді көредім ғой, бұрын отырған кезде жобада. Ол Нұрсұлтан кірген кезде мен айтқам, ой, блин, мен ұрсатын шығармын деп ойладым да, ұнамайтын мінезі. Одан кейін білмеймін, сондай болады ма, болмай ма, әйтеуір екеуміз жақсы араласып кеттік та. Одан кейін енді білмеймін, өмірде де сондай ғой, көп жағдайда кіммен жақсы араласып, жақын араласасын,